Саламатсыз. Өміріңіз қалай? Ал, шүкір жақсы. Сіздің үйіңізге келедім, басқа бір әлемге өткендей болдым ғой. Мына тұрған заттар, гипс жасайсыз, бірінен бір өтіп, шебер екеніңіз жұмысыңыздан ақ белгілі болып тұр. Осы бір істің, осы бір өнердің тарихына бір көз жүгіртсек, қай елдерде бұл пайда болды? Өзіңіз қайдан үйрендіңіз? Бұл жұмыспен айланғанымызға 20 жылдың болды. Мен өзім баяғыда бірінші евроремонт қылып, әркім бір істер едік. Өзбекстандан тасыр едік баяғыда. Кейін осындай таможнялар неған екен, осы жерде үйреніп бастадық. Басында қиналдық шығаруда. Кейін майдала бастадық. Басы 2-3 қаптан бастағанбыз. Алдың кішкенте ескі машинам бар, соны мына жерден 4 қап, 3 қап әкіріп істегенбіз. Сол 20 жылдай болды осы жұмыс. Түркістанда уақытта 5-6 ұста бар еді. Гипстерінде қолды құяр еді, кішкенте мынандай қалыптармен мыналарын екен. Қазір енді дамып кетті, қазір бәр нәрсе бар. Осы Ленинград, mesela Россиядағы, осы Өзбекстандағы бәр нәрсе осы жерде де бар. Bizde жоқ, bizde бәрі ручной. Енді қолда қалып қойылады, кейін мынандай прямой нәрселер қолда тартылып шығарылады. Ручной изделие, станок деген бізде жоқ. Енді мына, например, бәрі үйлерде аркалар бар, мынандай ойма нелер бар, оны қолда шығарамыз. Көп нәрселер қолда сіленеді, бәрі қолда сіленеді, бәрі станок жоқ. Өрнектерді шығару, кез келген адам қолынан келмейтін сияқты. Менің көзқарасыммен қарағанда, өзіңіз қалай ойлайсыз? Енді бұған Алла Тағала өзі адамға өнер береді, біреуге жақсы аваз береді, әнші болады, біреуге әр адамға Алла Тағала береді, бермейтін адам жоқ ол. Өзі әрекет қылып істесе, ол болады. Құнт қылса, өзі жақсы немен әрекет қылып істесе болады ол. Үйренем деп өзі ықылас қойса, үйренеді ол. Қанша балалар ұста болып шығып жатыр. Енді өзінде қабілет болу керек. Қабілет болмаса, ол басқа өзіме алып шоферларын әкеп мынандай іске қойамайсың. Өзді жас уақытында художественный вкус болады, сурет жақсы затындар тез қолы түсіп кетеді. Бір көргенде уже істеп кететін балалар да бар. Бірақ өзі жалқаулық қылып, енді ауырлау минеті бар өзіге жараса. Бірақ көлеңкеде үйде істейсің, әқа-бәқа шаумайсың. Аллаға шүкір. Қазір 3 бала істейді. Өзімім заказ көп болса, өзім қосылып істеймін. Осы шаблонларын шығарып берем, қалыптарын шығарып берем. Қазір просто көрсетем, мынандай қыласын дейсің, өзі істей береді олар бар. Қазір біраз жыл істеген балам, сол басқа мен жоқ уақытымда басқарады. Заказ алады, самостоятельно істейді. Енді бір сложный нәрселер болып қалса, енді болады. Өзі любой жерде сложный бір жұмыстар болып қалады. Шығарамай, түсінбейді. Соларын шығарып берем, болды. Енді қызметкер жинауда, қызметкерге жұмыс беруде әртін қақталмасын. Иә. Әртүрлі жағдай бар. Жұмыстан шығып кететіндер бар. Енді болады ғой. Сондай уақыттарда қайтесіз, бір қинаған кездеріңіз болды. Бізде болған, көп болған ондай нәрселер. Осы бір қызметкерлерге жарамадым ау, үйрете алмадым ау, күнге шыға алмадым ау, жағдай жасамды деген. Жоқ, болады ондай, любой бәр жұмыстарда болады ондай проблема. Бізде болған ондай, ішіп кететіні болады, бір қылдары кемей қояды, бірақ біздіңкі бір басқа адамларды ашып атыр да, олар түсінбейтін адамдар, пұлы барлар ойлайды, қалыптарын әкелсем, ананы әкелсем болды, жұмыс жүргіземін деп, қаншасы бастап жүргіземей қалыптарын сатып атқандар да бар. Мен өзім қолым келетін болған кезде заказ алып қойып, олар кемей қойса өзім істеймін, соның үшін уверен алам. Уже өзім қолымдан келеді, олар кемей қалған тағда түндетіп болса істеп берем. Енді балдар
жұмысты істейтіндер мен келген күнден бастап пұл төлеймін. Бізде баяғыда уже үшін деген нәрсе жоқ қазір. Келет күндеге болмаса бір айда бір 80 мың мана қазір алдым жақында. Бір айына 80 мың берем. Кейінгі айда уже издельный болады. Қолы түсіп жұмыс жүргеннен кейін жай издельныйге өтеді. Бізде мана қарқайсы құйғаныға расценка шығарып қойғанбыз. Өздері сондай қызықып істейді де сонда. Көпірек құйса көпірек алады. Сондай. Айлықтары приемлемей істеп жатыр, бала шаға өсіп жатыр. Бізде Түркістандан кейін бізде мана осы Қазақстан бойынша заказ береді. Основной бізде қазір мана Шәуілдер, манаяқта Шолаққорған деген жерлер қазір биылдыққа Шиелі, 5-6 жыл болды Шиелі, Жаңақорған, Қызылорда. Осы айланадағы бәр ауыл райондар келеді. Чимкент, Қызылорда, Жезқазған, Арал, Қазалы бәр жерден келеді. Тойханаларға заказ алады, Қызылордалардан, ауылдардан келеді. Өзгерді. Біз келген клиенттерге түсіндіремей өлер едік. Анан қақа қойын білмейді, анан қақа қойын білмейді. Кейін осында мен ақыр реклама қылдан да асып қойдым. Тағында бізде көп әлі нелер, білер пұл тапады, бірақ қандай істеуін білмейтіндер, соларға совет береміз. Бірақ уже Қазақстан тез дамып кетті. Қазір уже о ютубтан, интернеттен тауып келіп, сондай үй таңдар сап жатыр. Қазір уже даңға вообще өзім биылдыққа вообще дамып кетті. Адамдар мана айланада бұны айнақса колхозлардан көп келеді қазір. Мана айланада колхоздар бар ғой, Кенто, Мынияғы, Атабай, Жаңғанияқ, Иқан, бәр жақтан Шәуілдер, ауылдардан келіп, бәр там сабатыр, екі этаж тамдар сабатыр адамдар. Енді аға осындай кәсіп бастайын деген жастар бар. Қандай әдемі, бірақ осы бір әдеміліктің арқасында үлкен еңбек жатыр. Қандай кеңес берер едіңіз? Енді маған мана кеше жақында біреу келіп, маған мыналарын бір-бірден бермен қалып шығарып, сен Алматыда істеймін деді. Кейін мен ойланып көрем дедім. Мына жерде действительно конкуренция деген нәрсе бар. Біздер бұл қалыптан ойдырып, қиналып, қанша үмкін бір қыл нәрселер өзімде шығарам қалыптан. Қалып шығару үшін 1 hafta, 2 hafta кетеді. Ол оңай нәрсе емес. Оны тайын апап, көшіресіп қалып шығарып істеу, оның несі бар да, бұны қиналып істеген жақсы. Бәрі бір денеге істеу, кәсіпкер нәрсе деген кішкентай бастайды. Сразу оны істеу қиын болады. Майдалап бастағанша бір қалып, 2 қалып, жай сомен көтеріледі. Мен біреулер сразу істегісі келеді, кейін көпсі бастайды да, кейін тастайды, лучше әкеп сатқаны выгодный дейді. Беді өзің жарасы проблема, сынатыны бар, өзіге жарасы қиыншылықтары бар енді бұныңкіде. Соған шыдап, соған қанат қып істеген адам, кейіншелік өзі Алла өзі жеткізе береді. Бәрекесін берсе болды. Болды сол. Балады, ол жоңсыз болмайды ғой, $1000, сезон ақыларда $2000 ше тауға болады. 5-600 мың теңге әтөр жаман емес, істе тауып атырмыз. Істей береміз. Қысын күн пешкі жақып қойып, енді жазын күндейде заказ болмайды. Әтөр қазан қайнайды, онда уже пұл арттырма. Әтөр бәрін семесі, әтөр қазан қайнап тұрады. 200 мың теңге кіріп тұрады. Тоқтамайды. Жаңа жылда бір 5-6 күн тоқтап тұрады. Бұның 5-6 жыл алдын, бір ай январ, феврал демалар еді. Қазір 2-3 жыл болды. Январ, февралларда 5-6 күн болады да, аяқ келе береді адамдар. Бұны көп құйып қойға болмайды. Қисайып кетеді, не қылады, біз заказға қарап істейміз. Сондай. Бар. Айында уақыт бөлгенде сізге сұхбаттасамызға көп рахмет. Рахмет.